Әке, сіз маған түсінде кішкентай шоколад сатып алып беріпсіз. Балам, бұзықшылық жасамай, тәрбиелі болсаң, түсінде үлкен шоколад та сатып алып беремін. Дәрігер, бір апта болды түсіме футбол ойнап жүрген тышқандар кіреді. Міне, мына дәріні ішсеңіз, бәрі дұрыс болады. Ертең ішсем бола ма? Неге? Бүгін финал еді. Кеше 2 сағат бойына жарық сөніп қалды. Интернет өшіп, әбден әбігерлендік. Содан үйдегі адамдармен сөйлесіп әңгімелесуге тура келді. Сөйтсем өздері жап-жақсы кісілер екен. Әжесі немересіне: балам, егер жөтелетін болсаң, аузыңды қолымен жауып жөтел дейді. Сонда немересі: әже, қорықпаңыз, менің тістерім сіздікіндей ұшып кетпейді деп. Түн ортасында біреудің үйінде карта ойналып жатыр. Таң атқанша шыдамы таусылған соң үйдің әйелі: біздің үйде карта ойнағанды қашан қоясыңдар депті. Сонда күйеуі: әй, қатираш, айқайлама, енді бұл біздің үй емес деген екен. Мына жастарды түсіну қиын болып кетті. Қарашы мыналарға. Анау тұрған қыз еркекке ұқсайды ғой. Иә, ұқсайды. Өйткені ол қыз емес, менің ұлым. Ой, кешірерсіз. Әкесі екеніңізді білмей қалыппын. Тағы қателестіңіз. Мен әкесі емеспін, шешесімін. Мектепке келген жаңа тарих мұғалімі оқушылардың білім деңгейін тексеру мақсатымен: отырарды кімдер алды? Апай, біз емес алған. Оқушылардың төмен деңгейіне ашынған мұғалім директорға барып: оқушылар тіпті отырарды кімдер алғанын білмейді. Ой, қорықпаңыз, кім алса да, жылдың соңына дейін қайтармаса, оқудан шығарып жібереміз депті. Төбет күшігін шақырып алып: қалай, мектепке баруды ұнатасың ба деп сұрайды. Әрине, ұнайды. Оқуда үйрендің бе? Жоқ. Санауды ше? Жоқ. Түбің түскірау, мектепте не үйретеді? Біз шет тілін үйреніп жүрміз. Жақсы екен. Шет тілінде бірдеңе айта қойшы. Мяу. Бір күні арыстан бірнеше қоянды ұстап алып: мен өте ашпын, сондықтан бүгін сендердің біреуін жеп қаям дейді. Қояндар топталып дірілдеп отыр. Арыстан біреуін құлағынан ұстап: сенің атың кім деп сұрайды. Қарлығаш. Өй, не дейді? Менің анамды да солай атаған. Бар, сен боссың. Басқасын ұстап: ал сенің атың кім десе, байғұс қоян дірілдеп: Иван, бірақ достарым қарлығаш деп атайды. Емтихан. 3 талапкер тарих пәнінен емтихан тапсырып отыр. Біріншісі өгіз беріп қойған, екіншісі қой берген, үшіншісінің ештемесі жоқ. Біріншісіне: Шыңғыс хан деген кім? Моңғол империясының ұлы ханы. Өте жақсы, 5. Екіншісіне: Шыңғыс хан деген кім? Моңғол империясының ұлы ханы. Ол қай жылдар? 1206 мен 1227 жылдар арасында. Өте жақсы, 5. Үшіншісіне: Шыңғыс хан деген кім? Моңғол империясының ұлы ханы. Ол қай жылдар? 1206-1227. Әскерінің саны қанша болды? 230 мыңға жуық. Әскерлердің атынан тапшық. Ерлі зайыптылар демалысында палатка керек жарақтарын алып табиғатқа шығады. Демалыстарының екінші күні кешкісін жақсылап тамақтанып ұйқыға батады. Бірнеше сағаттан кейін әйелі күйеуін оятады. Күйеуі ұйқысын бөлгеніне ренжігендей болып: не болды? Неге ояттың деп сұрайды. Әйелі үрейлі дауыспен: жоғарға қараш, не көріп тұрсың деп сұрайды. Күйеуі аспанға бір қарап жауап береді: осыған бола ояттың ба мені? Ал, қарадым, миллиондаған жұлдыздарды көріп тұрмын. Жарайды, бұлар саған нені көрсетіп тұр? Әбден ұйқысы ашылған күйеуі кішкене ойланып тұрып былай жауап береді: философиялық тұрғыдан қарағанда ғаламның шексіздігін және оның алдында өзінің түкке тұрғысыз екенімді көріп тұрмын.
Астрономиялық жағынан галактикалардың, жұлдыздардың, планеталардың бар екенін көрдім. Ал метеорологиялық тұрғыдан ертең күннің ашық болатынын көріп тұрмын. Түннің ортасында неге сұрадың бұларды? Ал енді өзің айтшы, бұл саған нені көрсетіп тұр? Маған палаткамызды ұрлап кеткенін көрсетіп тұр.